Бұл ойында не жеңесін, не өлесін. Ең қауіпті тұзақ, ең қорқынышты сезім, шапшаңдық, логика, қорқыныш, қызығушылық. Яғни бұл ойында барлығы бар. Әрине, қомақты ақша үшін. Әрбір өткен кезең үшін қатысушы $100,000 алады, немесе барлығын жоғалтады. Сәлем достар, бұл Асия Деректив арнасы. Сіздердің қолдауларыңыз, әрбір пікірлеріңіз мені қызықты деректер шығаруға шабыттандырады. Егер арнама алғаш кірген болсаңыз, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыз. Және де лүпіл басып, бейнені достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ендеше кеттік, ең қауіпті тұзақтармен жасалған қорқынышты ойынды бірге тамашалайық. Сіздерге де бұл ойын қызықты болатынына сенімдімін. Бірінші тұзақ қарапайым. Мына қабырғалар жабылмай тұрып, тордан шығып, шатырға көтерілу керек. Әйтпесе, бұл темірлер сенен фарш жасайды. Қатысушының есімі Мак. Келесі кезең шамалы қиын. Қатысушыда $100,000 бар. Ал егер тәуекел етсе, $200,000 ұтып алады. Ендеше көрейік, Мак не істейді екен? Мак сенімді болып көрінеді. Ол бұл ойыннан $1,000,000 кеткісі келетін сияқты. Алда әлі 10 тұзақ бар. Ендеше көрейік. Бұл сөмкелерде $200,000 бар. Оларды жеңу үшін түймені басып, осы есіктен өту керек. Лазерге тиіп кетсең, есік тарс жабылады. Уақыт шектеулі емес. Мак үшін бұл ойынның әр кезеңі қиындай түседі. Әсіресе келесісі. Бұл жолы да ол өзінің айласымен логикаға салып ұтады деп ойлаймын. Ол мықты жігіт сияқты. Ендеше Мак, алға! Қатысушы үшінші тұзақта. Бұл әдемі жер екен. Міне ұтып алған $200,000. Ал мына сөмкедегі $100,000 алып, содан кейін осы жолмен жүріп, есіктен шығып үлгеру керек. Ақшаны алған бойда үлкен домалақ тас қозғалып, саған қарай домалайды. Келесі кезеңде $400,000 ұтып алу үшін Мак осы кедергілерден доппен өту керек. 5 минут уақытысы бар. Көрейік, $3,000 жоғалтады ма, әлде одан да көп ұтады ма?
Келесі кезең оңай деп айта алмаймын, бірақ қарапайым және уақытқа да шектеу жоқ. 400 мың жете ме, әлде 500 мың ба? Яғни $500 миллион. Бұл ойын сізге таныс болуы мүмкін. Біздің ең танымал бейнебаянымыз кальмар ойыны. Шыны көпір мен печенье кескішті бір кезеңге біріктірген. Мына жерден печенье шығады. Пішінді қиып, печеньені осы сканерге қою керек. Егер печенье сканерден өтсе, есік ашылады. Ал егер сынса, сканер печеньені қабылдамайды. Және мына көпірден мак жерге түсіп кетеді. Яғни ұтылады. Барлығы 4 түрлі пішінмен печеньелер беріледі. Домалақ, үшбұрышты, жылдыз және қолшатыр. Соңғысы қолшатыр қиын болатын сияқты. Ал міне, 3 печеньені кесіп есіктерден өтті. Енді қолшатыр. Ең қиын шынайы кезең. Егер осы печеньені кессе, онда ақшаны толығымен ұтады. Макта 10 минут уақыт бар. Ол ақшаны балға секілді пайдаланып жатыр. Ары қарай қызық болатын сияқты. Тағы не істейді екен? Өкінішке орай, ол печеньені сындырып алды. Мак үшін жеткілікті ақша болды. Неге ол уақытысында ойынды тоқтатып кетіп қалмады екен? Енді барлығынан айырылды. Міне достар, бұл ойын соңына да жетті. Ең қиын деген кезеңдерден өтіп, соңғы печеньені сындырып алғаны өкінішті болды. Қайткенмен де бұл ойын, онда жеңіс те жеңіліс те бар. Бірақ сіздерге айтарым, егер осындай ойында болсаңыз, ұтысыңызда жеткілікті ақша болса, кетіп қалыңыз. Мак секілді қатты тәуекелге барудың қажеті жоқ сияқты. Ал достар, бұл бейне ұнаса, қызықты болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қолдау көрсетіп, лүпіл басып, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп алыңыз. Бұл ойынның шарты дұрыс па? Мактың орнында болғанда сіз не істер едіңіз? Астына өз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар. Келесі қызықты шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.